Сәлем қыздар, бүгін біз мерекелік палау жасаймыз. Әдемілеп әрлеп, отбасыңызға мейрам күндері жасап берсеңіздер болады. Ең алдымен қызып тұрған қазанға пияз саламыз. Пиязды қызартып пісіріп аламыз. Одан кейін етімізді саламыз. Етімізді де солай қызартып пісіріп аламыз. Етімізді қызарып піскен соң үстінен сәбіз саламыз. Сәбізді жақсылап араластырамыз, тұздаймыз. Үстінен ноқат дейді ғой, нут, сондай саламыз. Нутымен 1-2 сағаттай ыстық суда ұстадым. Одан кейін мейіз салдым. Бәрін жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырып алған соң үстінен әзірше деп 1 кружка жай су салдым. Ол қайнаған соң 1 сағаттай қайнатып, етін алып турап қайттан салдым. Енді үстіне күрішімізді салатын боламыз. Күрішімізді 1 тегіс қылып бетіне ақырындап саламыз. Үстінен су құямыз. Суды күріштің бетіне 1 сантиметр асып тұратындай қылып құямыз. Арасына мен чеснок салдым. Суы тартылған соң. Содан кейін күрішті алып ортаға қарай кішкене жинаймыз. Ортаға жинаған соң не болмаса темір табақ немесе осындай әйнек табақпен бетін жапқандарыңыз дұрыс болады. Енді астын басып қоямыз жарты сағатқа. Күрішіміз дайын, шашырап, әдемі бір бетке болып піседі. Тавамызға саламыз және әдемілеп әрлейміз. Асылған жұмыртқа қойсаңыздар да, пияз қойсаңыздар да өздеріңіздің таңдауларыңызда. Сіздерге ас болсын. Менімен болғаныңызға рахмет.